Баяғы бір заманда шал мен кемпір болыпты. Олардың бақшасы бар екен. Бірде шал шалқан отырғызады. Шалқаны үлкен болып өседі. Бір күні шал шалқанды жерден суырып алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, бірақ шалқанды шығара алмайды. Шал көмекке кемпірін шақырады. Кемпірі шалдан, шал шалқаннан ұстап ары бері тартады, бірақ орнынан қозғалта алмайды. Кемпір көмекке немере қызын шақырады. Немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап ары тартады, бері тартады, бірақ тағы да суырып шығара алмайды. Бір кезде немере қызы итін шақырады. Иті қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап ары тартады, бері тартады. Бұл жолда шалқанды шығара алмайды. Енді ит көмекке мысықты шақырады. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап ары жұлқиды, бері жұлқиды, шалқан шықпайды. Сол кезде мысық тышқанды шақырады. Тышқан келіп мысықтың құйрығынан, мысық иттен, ит немересінің етегінен, немересі кемпірден, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстайды. Олар тарта-тарта ақыры шалқанды суырып шығарады. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.